Басынан баста енді. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті Нұр Қазақстан қажылары. Біз мынау Мекке қаласындағы тағы бір зиярат орнымыз. Міне мынау артымызда тұрған мешіт арабша Мәсжиду Джин деп аталады. Қазақша жын мешіті. Бұл жын мешіті деген кезде көпшілік ойлайды, бұл жындарға арналып салынған мешіт деп. Негізі бұның тарихын жақсы білуіміз керек. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламды білесіздер. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам адамзаттың және жындардың пайғамбары. Құранда арнайы 114 сүренің ішінде бір сүрені Алла Тағала жын сүресі деп. Жын деп аталатын Құранда да сүре бар. Сондықтан ол жын, ол да адам сияқты жаратылған мақұлықат. Бірақ бізден айырмашылығы, біз оларды көрмейміз, олар бізді көреді. Олар да бізбен бірге өмір сүріп жатыр. Олардың ішіндегі жергілікті жындар болады, көшпелі жындар болады, аспанда ұшып жүретін жындар болады. Солай түрге бөлінеді. Олардың іштерінде де ұлттар болады, олардың іштерінде де қазақ, орыс, неміс сияқты бөлінеді. Енді бұл мешіт не үшін жын мешіт деп аталды? Мына пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға пайғамбарлық келген кезде жындар аспанға шығатын. Аспанның бірінші қабатына көтеріліп, періштелердің сөзін ұрлап, соны жынмен байланысқа түскен бақсы балгер дейміз, сиқыршы дейміз, соларға жеткізеді. Пайғамбарымызға пайғамбарлық келген күннен бастап олар аспанға шыға алмайтын болып қалды. Сөйтіп не себебін білмеді. Сөйтіп жан жаққа адамдарды жіберді. Бұның бір себебі болу керек. Неге біз шыға алмай жатырмыз аспанға деп. Бұрын емін-еркін шығатын едік қой деп. Сол кезде бір топ жын осы пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның Құран оқып отырған үстінен түсіп, сол Құранды естіп, әсерленіп, осындай бір адам бар екен, соның аузынан осындай сөз естідік, таң қаларлық деп. Сол кезде ол жындардың барлығы де пайғамбарымызбен жолықпақшы болады. Абдулла ибн Мәсудтың риуаятында келеді. Бір күні пайғамбарымыз Абдулла ибн Мәсудқа айтады: Абдулла, кешке бір жерге барамыз дейді. Мына пайғамбарымыздың үйі, кеше біз соның жанынан өттік. Үйі сол маңайда, кеше біз өткен жерде. Содан осы жерге келеді. Бұл жерде қандай қонақ үйлер жоқ, бос жер. Осы орынға келген кезде Абдулла ибн Мәсудты пайғамбарымыз шеңбер сыртынан сызады да, одан кейін айтады: Абдулла, мына шеңберден сыртқа шығушы болмақ құрисың дейді. Сөйтіп әрі Абдулла ибн Мәсудтың риуаяты, тұрмын дейді, жанынан бірдеңелердің топ-топ болып өтіп жатқанын көріп жатырмын дейді. Бірақ пайғамбарымыз шеңберден сыртқа шықпас дегеннен кейін, сол шеңберден сыртқа шықпай тұрдым, бірақ жанымнан бірдеңелердің топ-топ болып өтіп жатқанын сезіп жатырмын дейді. Бір кезде Мұхаммед алейхиссаламның алыстан дауысы естіледі, біреулермен сөйлесіп жатқанын естідім дейді. Одан кейін білесің бе деді, бүгін менімен кездесуге 70 мың жын келді. Сол 70 мың жылдың барлығы исламды қабыл етті деді. Міне бұл пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламмен жындармен кездескен орны болғандықтан Сауд Арабиясы мемлекеті осы тарихи орын қалсын деген мақсатпен осы жерге мешітті салып қойды. Ол мешіттің атын жын мешіті деп аталды. Сондықтан жын мешіт деп аталу себебі осылай. Құрметті Нұр Қазақстан қажылары, Алла Тағала зияраттарымызды қабыл етсін. Әмин. Алла.